Семіздік дегеніміз артық май тканінің организмде жинақталып қалуы және адамды ауруға шалдықтыру болып табылады. Семіздік қазіргі уақытта кең белең алып келе жатыр. Тіпті кішкентай балалардың өзі осы семіздіктен зардап шегеді. Қазіргі кезде жер бетінде 2 миллиардқа жуық адамда артық салмақ кездеседі. Сондай-ақ 30 жастағы жас адамдардың 50% осы артық салмақпен зардап шегеді. Ол семіздік тек қана сыртқы келбеттің кемістігі ғана емес, сонымен қатар ол көптеген организмде бүкіл жүйеге өз зиянын тигізеді. Соның ішінде семіздікпен зардап шегетін адамдарда артериялық гипертензия 3 есе жоғары, атеросклероз ауруы 2 есе, қант диабеті 10 есе жиі кездеседі. Семіздік тіпті әйелдерде етеккір циклының бұзылысына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар баланың көтеруі де осы семіздіктің әсерінен қиындауы мүмкін. Сонымен қатар семіздіктің салдарынан организмде жаман холестериннің көбейіп кетуі, оның салдарынан инсульт, инфаркт сияқты аурулардың жиілеуі, қант диабеті болуы мүмкін. Буындарда остеоартроз, түнгі апноэ синдромы, өт шығару жолдарының, ас қорыту жолдарының бұзылысы аурулары осы семіздіктің салдары болып табылады. Дене массасының индексі арқылы біз семіздіктің көрсеткішін бағалаймыз. Ол үшін бізге дене массасы және салмақ қажет. Біз бұл жерде салмақты бойдың метр квадратына бөлеміз. Яғни сіздің салмағыңыз 70 килограмм болса, ал бойыңыз 160 сантиметр болса, оны 160 сантиметрді біз бірінші метрге айналдырып аламыз, яғни 1,6 метр. 1,6 метрді 1,6 метрге көбейтеміз, сонда бізде 2,56 шығады. Жаңағы бойымыз 70 килограмм болса, осы 70-ті 2,56-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 2,27 шығады. Бұл 27 бізде артық салмақ болып саналады. Қалыпты көрсеткіш 18,5 пен 24,9 аралығында болу қажет. Бұл бізде қалыпты болып табылады, норма. Ал 24,9-дан асып кетсе, яғни 25-тен асып кетсе, бізде артық салмақ. 25 пен 30-дың арасы артық салмақ болып табылады. 30 пен 34-тің аралығы семіздіктің бірінші дәрежесі, 35 пен 40-тың аралығы семіздіктің екінші дәрежесі, ал 40-тан асып кетсе, семіздіктің үшінші дәрежесі деп саналады. Сонымен қатар семіздіктің денеде таралуына, жиналуына байланысты 3 типі бар. Бірінші алма тәрізді тип, ол көбіне ер адамдарға тән. Бұл жерде май іш аймағына, бел аймағына жиналады. Дене пішіні алма сияқты болады. Екінші алмұрт тәрізді тип, бұл көбіне әйел адамдарға тән. Бұл кезде май жамбас аймағына, сан аймағына жиналады. Ал үшінші тип аралас тип, бұл кезде май бүкіл денеге біртекті жиналады. Семіздікке алып келетін себептер ең бірінші дұрыс тамақтанбау, яғни тамақтың құрамындағы қоректік заттардың ара қатынасының дұрыс болмауы. Біз жиі тез қорытылатын көмірсуларды, яғни кондитерлік өнімдер көп жегеннің өзінде олардың артығы организмде май болып жиналып қалады. Одан кейін майды жегеннің өзінде оның өзі қаныққан, қанықпаған болып бөлінеді. Алдыңғы видеода айтып кеткендей, соның ішінде қаныққан майларды көп жеп қою да организмге өте зиян болып табылады. Одан кейін гиподинамия, яғни қимыл қозғалыстың аз болуы, жиі фастфуд өнімдерді көп қолдану, майда піскен тағамдарды, майлы тағамдарды көп қолдану, газдалған сусындарды көп қолдану, алкоголь ішу осы семіздікке алып келеді. Және кейбір жағдайда туа пайда болған генетикалық аурулар, мысалы меланокарнитин деп аталатын рецептордың жетіспеушілігі салдарынан организмде семіздік пайда болады. Бұл көбіне балалардың кішкентай кезінен бастап дамиды. Бұл рецептор тоқтық сезіміне жауап береді. Егер осы меланокарнитиннің жетіспеушілігі пайда болатын болса, адам өзінің қанша тамақ жесе де тойғанын сезбейді. Одан кейінгі аурулар эндокринді жүйесінің аурулары, яғни гипотиреоз, ицинга-кушинг ауруы, яғни бүйрек үсті безінің гормондардың дұрыс бөлінбеуі салдарынан. Одан кейін гипоганадизм, өсу гормонының жетіспеушілігі салдарынан, және әйелдерде болатын аналық без поликистоз синдромы да осы семіздікке алып келеді. Сонымен қатар стресстік жағдайлар да, түнгі ұйқының дұрыс болмауы да осы семіздікке алып келеді. Түнгі ұйқының дұрыс болмауы, яғни бұл жерде бізде тамақтану мен ұйықтау бір орталығы бір жерде орналасқан. Егер біз дұрыс ұйықтамайтын болсақ, онда біз оның орнына энергияны тамақтанудан аламыз. Сол себепті көп тамақ жеп қоямыз, тамақтанумен толтырамыз. Соның салдарынан да семіздік пайда болуы мүмкін.
бұл семіздік дегеніміз өте күрделі ауру болып табылады. Оны комплекс түрде емдеуге қажет, яғни эндокринологтың кеңесі қажет болуы мүмкін, және физикалық жүктеме, тамақтануды дұрыстау, барлығын дұрыстап реттеу қажет. Салмақ тастаған кезде бір аптада жарты немесе 1 килограммдап қана тастау керек. Одан артық тастайтын болсаңыз, сіз қайтадан салмақ жинап алуыңыз мүмкін. Және арықтау кезінде бірден 20 килограммға, 10 килограммға арықтау сияқты күрделі цифрларды қоймау қажет. Біртіндеп 3 килограмм, 5 килограмм сияқты салмақтар тастау қажет. Әйтпесе сіз бірден салмақ тастау туралы өзіңіздің ойыңыздан айнып қалуыңыз мүмкін. Күніне кем дегенде 30-40 минут жаттығу жасауға тырысыңыз. Бұл 30-40 минут көп болатын болса, ең бірінші 10 минуттан бастаңыз.